Мен бір күні Астана телевидениесінде менен Әйгерім дейтін қарындасым интервью алып отырды да, мен ешқандай жұмыста жоқпын сол кезде. Сол менен сұрады, заманның батырын айтыңызшы, кім батыр деді. Мен айттым, Назарбаев батыр дедім. Ел жатып кеп маған, ой жағымпаз, көрмейсің мына істеп жатқанын енді. Президентке жағым жатыр. Уаллахи, Алла субхан тағаланың атымен ант етем, бұл мен имандай шын сөзім еді. Неге десеңіз, батырлық деген қазіргі заманда білекпен өлшенбейді. Батырлық сабырмен өлшенеді, батырлық ақылмен өлшенеді. Мен бір батырлығын айтайын сіздерге. Баяда Қытаймен делимитация болып жатқанда, екі ортада шекараны белгілеп жатқан кезде, тура жинасқа кірердің алдында былай өтіп бара жатқан Қытайдың чиновнигі Назарбаевтың қолынан қағып жіберді былай. Назарбаев білесіңдер, бұл негізі мужик жігіт қой, Теміртауда жекпе-жекке шығып, төгіліп жүрген, күресіп жүрген, андай мұндай бір адамның бір сөзін басынан асыратын азамат емес. Және мен волейбол ойнағанда баяғы соптың жігіттеріне подача берген кезде екі қолдар айылып маңдайынан тигенде шалқасынан түсіретін ақ жігіт. Анау тышқандай бар ғой, шөп жүрген Қытай түртіп қалса өлтіреді. Бар ғой. Анау кетіп бара жатқанда қолынан қағып қалғанда турадан үлкен кісіде маңдайы қып-қызыл болса помидордай қызарып ашуланды да. Сол екі ортаға бәрі ғана өлшенген нәрсе ғой. Саяси технология. Тура сол моментте шақырды в переговорға. Міне Синзамен келдіңіздер. Ашумен кірді. Ашумен кірген кезде, онсыз да білесіздер, Қытай ешкімге есесін беретін емес. Ішіне кірген моментте түк болмағандай жиып алды. Ана ашудың бәрін жоқ қылып жіберді. Сөйтті жопылдап алдынан түсіп, Синзамен мырза, осылай деп, бір кезде ананы жасап отқан анаған айтқан ғой тәрізі. Бетіне қарап отырған кезде риза болған ғой. Сосын айтты, келесі келетін адамдар қандай болатынын қайдан білесің? Қазір осы шарттармен келді, мен саған қолымды қойып берейін. Қытаймен әлі делимитация жасаған ешкім жоқ. Қытай ешкіммен шекараны бекіткен жоқ. Әр жерде өзінің претензиясы бар. Жайт мен. Сонда Назарбаевқа деген құрметінен жаңа қол қойып делимитация жасалып кеткенде Қытайдың басқа шенеуніктері бар ғой, осы Асылбек бала зат. Сол кезде адам қайырлып кеп жаңағы жерде қолынан қаққан кезде ашуланбай өзіне ұстау деген нәрсе. Өйткені оның артында алты алаштың бүкіл жүгі тұр. Ол жеке басының эмоциясы бірдейін оған, понимаете? Сен эмоцияның бештен қажет жоқ. Сенде қазақтың тағдыры, бұл қазақтың атақоныс жері тұр. Ондайға сен жет тастау керек. Соның орнында қазір эмоциональный біреу болса қайырлып кеп шарт айта қалдым. Адамдарға неге болмайсың деді. Ол қалды переговор және келесі жол шекара мәселесін қарастырамыз. Как раз оларға да керегі сол. Міне батырлық, тура ешкі қотыр сияқты қышып отқан нәрсені қасымаған нәрсе сияқты ғой, түсіндіңіздер ме? Осыны бұндай батырлықтар көп-ақ негізі, біз көзімізден көрген, естіген батырлығымыз. Ең бастысы, білесіз, тұтас елді, жерді сақтап, Донецк сияқты басқа сияқты нетіп қалмай, Қырғыз сияқты үйтіп қалмай, Қырымнан айырылып қанда тағы бірдеңесінен айырылып қалмай, өстіп аман есен ел болып, жұрт болып, айдалада арқаның төсінде, кең даладан астана салып, мынау сияқты академия, өнер университетін құрып қойып, жастарды көзін мөлдіретіп қойып, әңгіме айтып, Доспанбеттің Доспанбет шығып, Абайдың Абайша, Ақтанбердің айтып отырып, Тахауидің антын айтып, тарихымызды қозғап отқан бұл ұлттың бақыты. Бұл бақыттың қадірін білмесе, қазақ айтады ғой, кейде адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі, ұшқанын біліп, қасан соққанын Құдай сақтасын. Сіздер осындай нәрсені білу керек. Кейбір нәрсе саяси нәрселерді, ой, ол былай ғой, былай ғой. Я, кейбір нәрсе солай болады қысқасы. Кейін мынау деген спектакль болады, өз дүниенің өз спектакль. Кейде қыздың артынан қуып келеді, қыздар біледі, ана қызбен сөйлесіп қойын, шеше сөйлеп, енді қуып келді, ой, білмей қалдым, ой, пұрмай, мынау құдамын, құдамын демей, театр. Деген протокол, бұл, понимаете, өмір өз театр, понимаешь? Ой, пұрмай, ана жерде былай істеп жатыр, итақта түсінікті, қазір былай болады. Ол театр, ол солай болу керек, понимаете? Өмірдің ой солай болу керек. Бе танып тұрып танымаған сөйт кейде қыздар. Сен біледі, сыртынан сұрап аған, біліп аған әбден. Кішкене кімсің, мен сені танымай. О солай біле қалса ұят болады.